Екі өрнектің квадраттарының айырымы. Бұл шығару тәсілі. Тексеріп көрейік. Аны жақшаның ішінде тұрған сандарға көбейтеміз. Аны аға а квадрат, аны бға аб. Бұны жақшаның ішінде тұрған сандарға көбейтеміз. Бұны аға ба, бұны бға б квадрат. Аб мен ба бірдей болғандықтан оларды қысқартамыз. Қалған а квадрат азайту б квадратты жазамыз. Енді мысалдарға көшейік. Бірінші мысал 81 минус т квадрат. Ол стандарт түрінде тұрған жоқ. Сондықтан квадратқа айналдыру керекпіз. 9 квадрат минус т квадрат. Енді бұл стандарт түрінде. Енді екіншісіне көшейік. Екіншісінде бөлшек. Бөлшекті шығару үшін біз бөлшекті жақшаға аламыз да, оған квадрат береміз. Азайтамыз. 6с жақшаның ішінде квадрат. Тең. Бөлшекті квадраттасақ 16-дан 1, азайтылған 6-ны квадраттасақ 36, с-ның квадраты. Сонымен үшінші есепке де жеттік. Үшінші есеп бірінші есепке ұқсайды. Бұл жерде 16 бірінші тұр, ал екіншісінде екінші тұр. Ал ол стандарт түріне ұқсамайды. Сондықтан дұрыстау үшін біз орындарын ауыстыру керекпіз. М-ді 16-ның артына жібереміз. Енді шығарайық. Сонда жақшаның ішінде 16 минус м, жақшаны ашамыз, 16 қосу м болады.